Ассалаумағалейкум. Сіздерге тікелей Германияның Мюнхен қаласынан видео салып отырмын. Осы жерге келгенге дейін мен Астана медицина университетінің 7 жылдық білімін аяқтап, ары қарай өзімнің білімімді арттырайын деп, жетілдірейін деп, ел көрейін, жер көрейін деп, өзімнің медициналық білімімді күшейтейін деп Германияға келген болатынмын. Ол кезде мен жақсылап қарастырдым, көрдім, іздедім, өзіме сәйкес келетін программаларды. Естественно, менде собеседование болды. Собеседование кезінде менен сұрады: сізде мүмкіндік бар ма Германияда тұруға? Туысқандарыңыз бар ма? Не болмаса, семьямен келе жатсыз ба? Достарыңыз бар ма? Квартира жалдап тұруға деп. Мен айттым, ондай мүмкіндік жоқ. Менде достарым да жоқ, туыстарым да жоқ. Мен барып квартира іздеп отыруға ондай уақытым да жоқ дедім. Өйткені білесіздер, бұл жерде табу қиын, тем более Мюнхенде и то қымбат, арзандау керек болды маған пока что басында жайғасып алғанға дейін. Соны түсіндіргенде олар прям хорошо деп, біз сізге бір комната табуға тырысамыз деп. Bir күн маған хабарласты: сізге біз квартира таптық, комната таптық, осыған жайғасаңыз болады деп. Мен уже ол уақытта Германияда хостелда жасап тұрғам, хостелда тұрып жатқам ғой. Мен ойладым, қандай квартира екен ол, қандай комната екен, қай жерде жайғасқан деп. Қарасам, Германияның, Мюнхеннің прям центрында, жақсы жерде. Сосын мен ойладым, қандай жер екен деп. Интересно болды. Комната деді, все хорошо дедім. Олар маған комната емес. Давайте бірге көрейік. Олар маған комната емес, бір комнаталық квартира берген ғой. Еще өте доступный ценаға. Біз медиктерді бағалаймыз, олар жақсы жерде тұру керек деп осы квартираны берген. Давайте бірге шолу жасап шығайық. Қандай жағдай? Обычный, бұл айтқанда шикарный емес, база жоқ, вау дейтін коттедж емес, не емес. Бірақ бір адам өмір сүру үшін қажетті дүниенің бүкілі бар. Не только бір адам, бір отбасы. Давайте бірге көрейік. Сен кіргеннен аяқ киім қоятын мусор бүкіл бар. Мына жақта душ, туалет, кухня, мына менің комнатам. Давайте комнатаны көрейік. Вау, қараңыздар, қандай атмосфера, қандай уютно. Германияның бір жақсы жері, бір комнатаға бір ғана адамды жатқызады. Ондай 2-3 адам деген жоқ. Мен әлі пока что заттарымды салып жинап қойған жоқпын, үлгерген жоқпын. Просто қойдым. Не обращайтесь внимания, типа, если беспорядок болып тұрған болса, мына жерде бір кровать, диван. Мына жерде бір диван, менің сумкаларым тұр пока. Мына жерде өте жақсы, менің сабақ істеуіме өте ыңғайлы стол. Стулдармен тұр. Еще менің комнатам чуть суықтау деп айтқан едім. Мына вид қараңыздар, суықтау деп айтқан едім. Мынаны берді. Өте жылы болады. Комнатаны кәдімгі жылып тастайды. Бұл жерде бюрократия, өте көп документация бар. Мен әлі жайғасып үлгерген жоқпын. Мына банктың заттары, мына квартираның заттары, еще достар, мына заттар бар. Күнде осындай зат келеді. Мына мысалы үшін мына жерде Оразбек Ташимбетовке деп. Мына жерде менің заттарым полный тұрады. Мынандай да бар ғой. Түнде сабақ оқитын кезде жағып қойып, мынаны қараңыздар. Еще мынаусын да реттеп қоясыздар да, бұлайынан өздеріңізге керекті жерге дейін қойып отырып сабақты жасай беруге болады. Мен әлі чемоданымды жайғастырып білген жоқпын. Телевизор бар, полный немецкий каналдар қойылады. Мына жерде шай ішіп отыруға болады, сабақ істеуге болады. Мынандай шкаф та бар. Пока что мен заттарымды қойған жоқпын бұл жерге. Ең главный, достар, ең главный бұл уют емес, ең главный мынау балкон. Мынаны қараңыздар сіздер. Давайте балконға шығып көрсетейін сіздерге. Бізде погода осындай, қар жауып жатыр. Мен 7-ші этаждамын. Атмосфераны қараңыздар. Қалай? Еще маған мына велосипед саған деді. Білмеймін, пока велосипед айдайтын атмосферада жоқ. Мына жерде обстоятельства жоқ. Суық, потому что мына жақта BMW-нікі бар. Көрініп тұр ма жоқ па, музейі пока соған әлі барып үлгерген жоқ па. Мынаны қараңыздар, атмосфераны қараңыздар сіздер. Вау дейтін жағдай ғой мынау. Мюнхеннің ортасынан немістер персоналдарды бағалауды біледі. Сонда да суық дегенмен. Все. Енді сіздерге мен көрсетейін менің
Кухняда не бар? Мына жерде мен курткаларымды іліп қойғам. Мына жерде шкафта то же самое киімдерімді қойдым. Татова бүкілі вешалкаға дейін бар. Мен тек чемоданмен киімдеріммен келдім. Байда достар, кухняны көрейік. Мынаны қараңыздар. Қажетті дүниенің барлығы бар. Духовка. Ішінде мен оған жілік қайнатып жатырмын. Қайнатып емес, қуырып жатырмын деп айтуға, или пісіріп жатырмын жалпы. Микроволновка бар. Мынаны атын ұмыттым, білмеймін, тостер ма сондай дейтін. Тефаль, қазан, сковородка. Мен бұларды алған жоқпын, бұлардың барлығы осы жерде бар еді. Ал мынау шкаф. Мына жердегі заттарды мен енді өзім алдым. Вот, қараңыздар. Керекті заттың бәрі бар. Бұл жерде ештеңе жоқ екен. Қажетті дүниенің барлығы бар. Не тағы да жетіспей жатыр десеңіздер, это холодильник. Холодильникті енді бұлардың барлығын мен өзім алғам. Бұл жерде жоқ деп. Так, мына жерде бар. Көрсеңіздер болады. Міне керекті заттың, жасауға, өмір сүруге болатын заттың бүкілі бар. Мына жерде мен еще өлтіріп тұрып ет қайнатып жатырмын. Так, енді жалғастыратын болсақ, мынаны қараңыздар. Бұл енді жуынатын туалет бар и душ. Самый керекті дүниенің бәрі бар. Енді достар, осы квартира деп айта салайық, комната десем ұят шығар. Осыған қанша айына дейтін болса, бұл жер 500 евро айына екен. И бұл Мюнхен үшін өте арзан. Sehr günstig дейді, аны типа совпадает ценасына, инесіне. Бұл жерде 1800 айына, прикиньте. Өте қымбат. Маған осы үшін тауып, міне саған деп берді, и мен ризамын. Вот, шүкір. Сол үшін достар, просто мүмкіндікті іздеңіздер, қараңыздар, көріңіздер, шығады барлық мүмкіндік. Керек па, сіздерге 7-ші этаждан да береді, 10-ші этаждан да береді. Бұл жерде ондай үлкен зданиялар жоқ. Бұдан да жақсы жағдайлар жасалынады да. Медперсоналдарға доктор десеңіз барлығы вау дейді, күшті дейді, бұл айтқанда жақсы қарайды оған. Так что, достар, әрекеттеріңіз жасаңыздар. Информацияларды менің инстаграмның каналымнан ала аласыздар. Не болмаса телеграм каналыма жазылсаңыздар болады. Каналыма, менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Мен 1000 адамға жетуіме өзіңіз көмектесіп кетсеңіздер, я. И каналға лайк басып, постқа, и мені қолдап кетсеңіздер, сіздерден күшті поддержка болатын еді. Ich seh dich doch schon viel zu lang in deinem Loch. Grau in grau, keine Farbe, kein Licht und Licht. Менің квартирамнан түнгі Мюнхен қалай көрінеді? Ал балконға шықтық, мен сізге көрсеткен. Қараңыздар, түнгі Мюнхеннің қыстың атмосферасы. Біздің Астана сияқты суық емес. Я, қыс, бірақ ондай қатты емес. Өте әдемі вид, өте әдемі қала болып тұр. Маған қараңыздар, сіздерге 7-ші этаждан сіздерге тікелей көрсетіп тұрмын. Мюнхеннің былай айтқанда центрінде мына жақта Hauptbahnhof, яғни главный вокзал бар. Ал мына жақта BMW-ның көрініп тұрған шығар, музейі, соған құдай қаласа барып, ол жердің сіздерге репортаж дайындайтын болады.